Құрметті жерлестер, сіздерді бүгінгі 9 мамыр, яғни ұлы жеңістің 80 жылдығымен шын жүректен құттықтаймын. Кешегі өткен ұлы отан соғыс жылдарында біздің аталарымыз майданда ерлік көрсете отырып, фашист Германияға соққы беріп, қазіргі ұрпаққа бейбіт өмір, бейбіт аспан сыйлап отыр. Ал әжелеріміз тылда жанқиярлық еңбек көрсете отырып, жеңістің тез болуына, жеңістің жақындауына өздерінің үлесін қосты. Біз өзіміздің батырларымыз бен қаһармандарымызды мақтанамыз, ақмолалықтармен. Олар кеңес одағының екі дүркін батыры Талғат Бигелдинов, ол Мәліқан Бөлін, ол генерал Сағадат Нұрмағамбетов, ол медбике Мария Семенова Кухарская, ол рейхстагқа ту тіккен Рахымжан Қошқарбаев және басқалары. Бүгін күні өкінішке орай ұрпақ, өскелең оқушылар, студент жастар осы соғыстағы бабаларымыздың ерлігін, бабаларымыздың қан төккенін көп жағдайда біле қоймайды. Сондықтан да жастарды егер біз патриоттық рухта тәрбиелегіміз келсе, бұл зұлмат жылдарды ұмытпауымыз керек. Оның қандай қиын жағдайда келгенін, қаншалықты біз оған қарыздар екенімізді жастар білуге тиісті деп ойлаймыз. Өйткені бабалардың ерлігі, өйткені кешегі тарих, өйткені өткенімізді білмей біз болашағымызды ақиқатты аша алмаймыз, ал келешегімізді құра алмаймыз. Мереке құтты болсын.